Қазақ тілі 14-ші сабақ. Балалар, мен сабақты сендерге ауызша айтып кетемін. Сендер сол арқылы өздеріңе керек жерлерін тоқтатып қойып, немесе қайта-қайта тыңдап алып жазып алсаңдар болады. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, және де видеоға лайк басып кетуді ұмытпайық. 52-ші тапсырма, мәтінді оқы. Балалар мысықты таспен ұрып қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды, екіншісі оның мойнына жіп байлап сүймекші болды. Бәрін көріп тұрған Әлима әже балаларға ұрсып мысықты босаттырды. Сосын бәріне, іштеріңде жібі түзу бір бала болсайшы, деп кейіді. Жібі түзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті адамгершілігі бар адамды айтады. Мәтін не туралы? Мәтін мысық туралы. Мәтінге ат қой, жәбірленген мысық. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой балалардың салақтығы, мысықты қорлауы. Балалар нені дұрыс істемеді? Балалар мысықты қуып және оны қорлады. Олардың әрекетінен өз пікіріңді жаз. Балалардың әрекеті дұрыс болмады. Ол әжені тыңдап, түзу жіппен жүруі керек еді. 53-ші тапсырма. Мақалды көркем жаз. Балалар, бұл тапсырмада мақалды дәптерімізге әдемілеп, қатесіз көшіріп жазамыз. Әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы. Мақалдың мағынасын топта талқыла. Әдепті бала, арлы бала. Дегеніміз, әдепті баланың ұяты бар, адал, өз жұмысына тиянақты болады. Әдепсіз бала, сорлы бала. Әдепсіз бала, айтқанды жасамайтын, ұқыпсыз, тәртіпсіз баланы әдепсіз бала деп айтамыз. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы. Әдепсіз, тәртіпсіз өскен адамнан мінезі жаман өскен адамнан тәртіппен түзу өскен тал әдемі көрінеді. 54-ші тапсырма. Сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құра. Құрағаның көркем мәтін екенін дәлелде. Оқиғаның басталуы, оның әрі қарай дамуы, оқиғаның аяқталуы. Яғни бұл жерде біз бір оқиғаны алайық. Мысалы, Айдана далада кетіп бара жатып алдынан бір мысық шығып қалады. Ол мысық жаңбыр астында тұрған болады, жаурап тұрған болады. Айдана оны алып, жаңбыр тимейтін жерге қойып, оның тоңып қалмауы үшін шетке алып қояды. Және де бұл жерде Айдана мысыққа қатты көмектесіп, оны аяушылығымен, қамқорлығымен көрсеткен болатын. Шығармашылық үзіліс. 55-ші тапсырма. Жоспар мен суреттің көмегімен жанды табиғат, өлі табиғатқа айналуы мүмкін тақырыбында көпшілік алдында сөйлеуге дайындал. Бұл тапсырмада бірінші суретте тұздалған қияр, екінші суретте ағашта тұрған құстың жұмыртқасы, үшінші суретте үлкен ағаш, төртінші суретте балапан көрсетілген. Жоспарды толықтыр. Жанды табиғаттың өлу себептері. Жанды табиғат қандай өледі? Жанды табиғаттың өлуіне әкеп соғатын түрлі факторларды айтамыз. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрауларыңа болады.